Сәлем достар! Оразада шөлдемеу үшін не істеу керек? Мені жоғалта алмас үшін лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа видеоларымды көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Алдағы уақытта денсаулыққа пайдалы кеңестермен көбірек бөлісетін боламын. Ораза кезінде адамдар арасында күннің астында жұмыс істейтіндер кездеседі. Сол кездерде организм көп су жоғалтса, адамның басы айналып, ыстығы көтеріліп, жүрегі айнып, тіпті құсуы да мүмкін. Ол үшін аздаған кеңестерге құлақ түре отырыңыз. Бірінші, шай, кофе газдалған сосын ішпеген дұрыс. Оларда кофеин мен химиялық қоспалар болғандықтан шөл қанудың орнына организмнің көп су алуына әкеліп соғады. Екінші, ауыз бекіттерде бір шым-шым тұз салынған бір кесе тұзды су ішсеңіз, организмнен су шығу үрдісі тежеледі. Үшінші, әркімнің қажетіне қарай адамдар су мөлшерін әрқалай қабылдайды. Өте белсенді адам тәулігіне 2-3 литр су ішу керек. Су, көк шай және әртүрлі шөптерден жасалған шай шөлді жақсы қандырады. Төртінші, ораза кезінде тамақ ішкенде өте ащы, тұзды, қуырылған, майлы және тәтті тағамдар жемеңіз. Қуырылған және майлы тағам асқазан мен ішекті тітіркендіреді және өте баяу қорытылады. Ал ащы, тұзды және тәтті тағамдар болса, адамды шөлдетеді. Осы жағдайларға байланысты таңертең ботқа жеген өте тиімді. Ботқаның қорытылуы оңай, организмге пайдалы жеңіл тағам. Сонымен қатар ботқа жеген адам белгілі бір дәрежеде күні бойы тоқ болады. Бесінші, капуста, сәбіз, картоп, кәдіс сияқты көкөністерді мейлінше көбірек жеңіз. Ауыз бекіткенде алма, жүзім, апельсин, алмұрт сияқты жемістерді жемеген дұрыс. Өйткені олардың құрамында қышқыл көп болғандықтан күндіз адамды шөл құсуы мүмкін. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, видеоның соңына дейін қарап, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.